Маңғыстаулық тәртіп сақшысы Медет Көптілеуовті жұрт бүгінгі күннің батыры дейді. Ол өз басын қауіпке тігіп 500 метр жерде теңізге батып бара жатқан адамды құтқарып қалған. Өзгелер жүрексінгенде ол суға ойланбастан секіріп, ес-түссіз жатқан әйелді аман алып шықты. Полиция аға сержантының батыл әрекеті жайында әріптесім тарқатады. Бүкіл Маңғыстау жұртын елең еткізген қайғылы оқиға биыл жазда болды. Халық арасында Шора каналы деп аталатын Каспийдің қауіпті аумағында бір сәтте екі адам суға кетіп, бір әйел аман қалды. Өлім аузында жатқан әйелді судан алып шыққан полиция қызметкері Медет Көптілеуов болатын. Бұл азаматшада жағадан 400-500 метр неде болды, алшақта болды. Бұл азаматшада кетіп қалды, мүмкін ел. Талай адамдар да қарап тұрды, мен де қарап тұрма болады еді. Бірақ мен намысым жібермеді. Неде болса нар тәуекел суға түсіп, зарып суға барып қайтуыма да ойланып тұр, қайтқан жоқпын. Барып ақыр демім қалғанша айтыр, сол азаматшаны алып шықтым. Каналда су иірімі бар, адам өміріне аса қауіпті. Соны біле тұра Медет қаймыққан жоқ. Бұл аумақта биыл 4 адам суға кеткен, ал соңғы оқиғада әйелдің жолдасы мен інісі қаза болды. Марқұмдардың денесі көпшіліктің көмегімен 6 күннен кейін ғана табылды. Ешкім де құтқара алмады сол жерде дейтін, ешкім де бара алмайтын жер еді, адамдар тұқты дейтін. Бұяққа бойы да биік болатын сол теңіздің іші дейтін. Өзінің несіне өміріне қауіп төнсе де, сол мен қызымды көріп, соған жүгіріп, өзі барып, батылдығымен балдарын ешқандай семьясын ойламай жүгіріп барып, соны құтқарып алып, рахметімді айтам. Медет Көптілеуов Мұнайлы ауданының полиция бөлімінде 5 жылдан бері жұмыс істейді. Әріптестері оны ісіне жауапты, қызметіне адал маман ретінде таниды. Көптілеуов Медетпен тікелей көбіне көп түнгі мезгілде жұмыс жасаймыз бірге. Яғни бір жасақта қызмет атқарамыз. Алкогольдік ішкілікке мастан күйде жүргізушілер бар, яғни жаяу жүргіншілер бар. Солармен түрлі жағдайлар болады, жағаласатын сәттер болады. Сондай жерлерде өзінің батылдығын көрсетіп, өзіне сенімдігін көрсетіп, талай дәлелдеп жүрген болатын. Полицейдің бойындағы батылдық сарбаз кезінде байқалған. Сол кезде ол 2-ші дәрежелі қайсар медалімен марапатталды. Жас қызметкердің болашаққа жоспары көп. Ұл қыздарын тәрбиелеп, ел үшін қызмет ету басты мақсаты. Маңғыстаудан Аягөз Оралбайқызы, Фархат Шатқам, Қазақстан ұлттық арнасы.